Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ең дәмді әрі жұмсақ болып шығатын қатпарлы қамырдан жасалынатын пияз нанның рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп кетуді ұмытпа. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Оның үстіне аз ғана шекер, құрғақ дрожжымызды және дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз біркелікті түске еніп араласқаннан соң, оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте осы массамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Алдымен лопаткамен не болмаса қасықтың көмегімен қамырымыздың басын біріктіріп аламыз. Содан соң қолымызбен қамырды илейтін боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 25-30 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді осы қамырымызды теңде 2 бөлікке бөлетін боламыз. Қамырымыздың бірінші бөлігін аз ғана ұн сеуіп, орташа қалыңдықта оқтаудың көмегімен жақсылап тұрып жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Сары майымызды жағып болғаннан соң дәл видеодағыдай етіп қамырымызды кесіп шығатын боламыз. Келесі кезекте осы кесілген қамырымыздың жандарына туралған жуан пиязымызды салып шығамыз. Мен көп пиязды қолданып жатырмын, өз қалауыңызша қолдансаңыздар болады. Пиязымыздың барлығын салып болғаннан соң дәл осы видеода көрсетілгендей етіп қамырымызды орап шығамыз. Осы оралған қамырларымыздың барлығын арнайы формамызға салып шығамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп салып шығасыздар. Содан соң бетіне жұмыртқамыздың сарыуызын жағамыз. Күнжіт, мак, өз қалауыңызша бетіне сеуіп шықсаңыздар болады. Содан соң қызып тұрған печкеде 180 градуста 10-15 минутта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің пияз нанымыз пісіп дайын болды. Қытырлап, өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.